таңертең 5-ші күні жәрмеңке болады бізде постоянно барсам ең күшті дейтін свежий сазан балықтар сатып жатыр екен, секіріп жатыр ғой ана балықтар дейтін. Андай неге салып қойған ғой суға. Толстолов тұр екен мына жерде 1,5-нан 1,300-ден. Сосын ары қарай кеттім, дальше не бар екен деп барсам, мына жерде уральский конфет, печенье, тәтті, әйтеуір неше түрі бар екен. Коробкамен де сатады, былай не весовойда сатады екен. Соған дейді ары қарай тағы да не бар екен деп, қойшы печенье кеше алдым ғой деп ары қарай жүріп жатсам, міне алдыма дейтін үйіп қойған ғой, мен алшеш деген сияқты. Сосын мына жерде бір орыс апам бар еді, соған амандасып сәлеметсіз ба деп кетіп қалдым ары қарай. Соған ары қарай бардым, мына жерде не бар екен деп барсам, тоже мына жерде уральский орыстар кілең мына тәтті мәтті шошқан ет қыртым сыртым, коробканы ашып қалсам, құдай жандарым мынау не зат деп қарасам, қоян шығар деп, құда қандай күшіктер, құдай жүрегім дедім, не бетін ашып қарадым, басын деп, мына жерде қып-қызыл күшті уральский андай не зимний алмалар тұр екен. Бірақ дейтін ойлап қоямын, мынау дейтін что-то дейтін не беттерін неге ажалмен неге жаппаған, мынау дейтін үсіп кетпей ме екен деп, өзі ана үскендерін ары қарай лақтырып тастап жатыр екен, сол теріп ішінен таңдап ал дейді. Жақсы, қазір көрермін, бір айналып келейінші деп, сосын қарап алманы қимай тұрып алып кетсем бе екен деп ойладым да, жақсы деп ары қарай дальше кеттім. Соған барсам, мына жерде тоже мынадай көкшетауский медтар, натуральный медтар сатып жатыр екен. Жақсы, медті да алдым ғой деп дальше ары қарай кеттім. Барсам, мына жерде құрдасым дейтін, как всегда не овощ сатады. Құрдас қалайсың деп, одан морковь, сосын затет не аты қалай еді, асқабақ бірдеңелерді көріп кеттім де, қазір бір айналып келем деп қайтадан ары қарай кеттім. Соған барсам, мына жерде колбаса, қырт-сырт, шошқа бірдеңе сатып екен. Одан ары қарай бардым да до конца баруым керек қой, енді көруім керек қой не бар екен, алмасам да. Содан ары қарай кеттім, мына жерде домашний жұмыртқа тұр екен деп, көзім жұмыртқаға түсті, бірақ қойшы деп алған жоқпын, өйтіп арғы жұмыртқа деп ары қарай кеттім. Мына жерде тоже уральский сыр, брынза, анау мынау құрт-пұрттар бар екен. Оларда қарап кеттім. Бір жағынан дейтін, ондай көп керім ақшам да жоқ, баланың ақшасын түсетін шығар деп телефоныма қарап қойым, әлі түсе қойған жоқ. Мына майғаншадан деп сұрап жатырмын, сәуірдің майы балдарға не ана жөтел жүр ариф кішкене, соған алсам ба екен деп ойладым да, қазір татыр деп. Соған бүйтіп қайтып келдім құрдасыма қарай жақындадым да, мен жей келдім де, құрдасыма айттым, қалайсың құрдас дедім. Ол менімен хабары жоқ, әйтеуір аузына мені қалайсың деп амандасып үлгерді, омақасып жатыр екен. Мына жерден бір түйір не алайыншы, мен құрсын не арасында не мантыға қосам ғой деп алып қояйын деп қасындағы несіне бердім, жаңағы жұмысшысына. бір асқабақ өлшеште, ол талаға қарап тұр, біреумен сөйлесіп, біреу не зайчик айтар деп жатыр ма бірдеңе, сомен есі кетіп жатыр ғой. Соған не керек, мен бұл немді өлшештім, мына жерден келдім де морковымды алдым. Сонымен дейтін не керек, морков алып болып, сондағы базардан алып шыққан дейтін 5 түйір құрт, 4-5-6 морков, бір асқабақ, 6 алма болды, все, сонымен капец.